Мына алып БелАЗ жүк көліктері Еуразиаттық энергетикалық корпорациясына қарасты шығыс кенішінде іске қосылғалы отырған су жаңа көліктер. Жүк көтерімділігі 130 тонна болатын бұл алып көліктер пайдалану мерзімі аяқталуға жақын Камацу автокөліктерінің орнына қолданылатын болады. Күні бүгінге дейін әкелінген жүк көліктердің екеуі құрастырылып болып іске қосылды. Ал дәл осындай қос бірдей жүк көліктің құрастыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Өндірістік қызметтің түрлі бағыттарында жұмыс жасайтын аталмыш кеніште осындай көліктердің болуы міндет әрине. Тіпті сала мамандарының айтуы бойынша жүк көліктің өзіне тән артықшылықтары да жоқ емес. Бүгін біз инвестициялық бағдарлама шеңберіне сатып алынған пайдалану мерзімі аяқталуға жақын Камацу жүк көліктерін алмастыру үшін кезекті БелАЗ 75-131 ауыр жүк көлігін құрастырып іске қосқалы отырмыз. Бұл жүк көліктер жақсы қасиеттерге ие. Мәселен, олар қуаттылығы жоғары және жүргізушінің де жұмыс орны айтарлықтай жақсартылған. Төрт жақтан да бейнелік шолу орналасқан. Осы себепті басшылық бізге осындай көліктерді қолданысқа беріп отыр. Сол кісілердің сенімін ақтап, жұмысымызды лайықты түрде жүзеге асырамыз деген ойдамыз. Беларустық БелАЗ жүк көлігі қай жағынан алсақ та заманауи екені көрініп ақ тұр. Аталмыш көлік терең көмір алаптарында сенімді құрал болатыны сөзсіз. Оған қоса машинаға ауа райының кез келген еркелігі де сөз емес. Қаһарлы қыс пен сазды көктемде де бұл көліктер үнемі қозғалыста жүруге қауқарлы. Су жаңа көлікті 5 адамнан тұратын арнайы топ құрастырған және олардың сөзінше бір жүк көлікті толыққанды құрастыруға шамамен 10 күнде уақыт жұмсалған. Бүгіннің өзінде кенші қызметкерлері қос БелАЗ жүк көлігін іске қосып, пайдасын көре бастады. Және кеніші тарихында маңызды күнмен Еуразиаттық корпорация басшылығы да құттықтауды жөн көрді. Менің ойымша бұл шығыс кенішінің жаңғыруының алғашқы кезеңі. Біз бұл жерде өнімділік жағынан басымдық көріп отырмыз. Осы уақытқа дейін 90 тонналық көліктермен жұмыс жасасақ, бүгінде заманауи 130 тонналық жүк көлікке қол жеткізіп отырмыз. Жүргізушілер де соған сай, дайын деп ойлаймын. Өндірілетін көмір көлемі де өседі деп сенемін. Сондықтан су жаңа жүк көліктерді іске қосуға рұқсат. Ойымшыл ұжымбыз. Енді барлығы сіздерге байланысты. Енді жұмыс 1,5 есеге ұлғайды. 130 тонна. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Сондықтан құрметті әріптестер, сіздерге үміт артамыз және сенімімізді ақтайсыздар деген ойдамыз. Барлығын жоспар бойынша жүргіземіз. Басшылықтың сенімі жоғары, әлбетте қаламыздың танымал кенішінің жұмыстары әдеттегідей жоғары қарқында жүзеге асатыны сөзсіз. Айта кетуіміз қажет, шығыс кенішінде келер жылы тағы осындай үлгідегі 130 тонналық жүк көлік пайдаға беріледі деп жоспарлануда. Дария Досмағамбетова, Ризабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.